Ассалаумағалейкум баршаға. Жігіттер, мынандай Subaru ұтып алдық $750. Шок бағама 2013 көрсетіп кетейін. Премиум комплектация 179 мың машина от алып тұр, жүріп тұр, на ходу. Бардовый, фотосын ашамыз ғана, кеттік. Фотосын көрсетейін міне. Осындай керемет көрдіңіздер ма? Көтере бер. Так, жалпы, екінші фотосы, ары қарай. Үшінші фотосы, машинада бір-екі жерінде мятина бар. Жалпы осы жерінде ғана, мына крылода ғана мятина бар, бұны ПДР-мен жөндеуге болады. Дальше кеттік. Так, міне осындай керемет бордовый свет. Осы жерде де кішкентай міне бамперінде мятина бар, жалпы. Давай кеттік. Салон. Осындай жағдайда химчистка керек, дальше жылыта бер. Міне машина жүріп тұр. Да, көтер. Міне машина от алып тұр, жігіттер 179 мың жүрген. Міне красный болып тұр, енді бензині жалпы осындай. Қазір бұның карпаксын көрсетем, қанша владелец болған, не болғанын. Тұра тұрыңдар. Карпаксын көрсетіп кетейін. 34 сервис, 34 май ауысқан, 3 владелец болған, 174 мың. Көтер жоғарға. Минор бір рез болған, 2022 жылы бір кішкентай ғана болған. Көтер. Міне мынау болған минор. Последний мына жерде болған, міне минор деп тұр. Қатты ударына средний удар, мынау қатты удар. Мынау минор. Минимальный. Көтер, да, көтер. 3 владелец болғанның несін көрсетіп түсіртімен түсір, Қанабек. Так, бірінші владелец сәл көтерші, Қанабек. 5700-де сатқан, екінші владелесі 71 мыңда қайты сатқан, үшінші владелесі 174 мыңда аукционға өткізіп жіберген жалпы. Карфакс идеальный. Карфакс таза, смело. Звондаңыздар, мынандай шок. Грузияға дейін келетін бағасын айтып кетейін. 750-ге ұтты, қазір күнде $1285 ма, сонда 1325 па сондай төлейсіздер. Аукцион сбормен жалпы. Одан кейін Грузияға келетін бағасы $3050 потолок бағасы. Давай тағайындар. Кеттік. Go! Кімге керек?